Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз бауырсақ ұлттық тағамымызды пісіреміз. Ең алдымен үлкен ыдысқа жылы суды, жылы сүтті, қант пен тұзды, ашытқыны, сұйық майды және майонезді саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, 15 минутқа ашу үшін қоямыз. Қолмен жақсылап араластырып, ұнымызды салып, қамыр илейміз. Артық ұн қосудың қажеті жоқ. Бізде осындай жұмсақ қамыр шығады. Бетін сұйық маймен майлаймыз. Қамыр тез көтерілу үшін. Бетін жауып 45 минутқа жылы жерге қоямыз. Ашыған қамырымызды сұйық майға қолымызды малып алып, жақсылап басамыз. Және оған 10 минут шамалы июі қанғанша қоямыз. Дастарханға шамалы ұн сеуіп, қамырымызды түсіріп, оны жаямыз. Қалыңдығы шамамен 1 сантиметрде болу қажет. Жайылған қамырды өзіміздің қалауымыз бойынша кесеміз. Дөңгелек немесе ромб ретінде. Кесілген қамырларымызды матаның үстіне қойып, бетін жауып қоямыз. Шамамен 20 минутқа. Табада ысыған майға бауырсақты қуырып аламыз.
Мінекей достар, бізде осындай әп-әдемі үлпілдек бауырсақ шықты. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Эрика. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.